Сенің өміріңді өзгертетін 5-ші қадам. Ол әрине бәрімізге ұнамайтын дисциплина, яғни тұрақты еңбек ету. Мен жалпы өз өмірімде ең бір жұмыс істемедім, жалқаулықпен жатып қалдым деген күннің өзінде 1-2 шаруамды бітіріп тастаймын да. Тренировка жасаймын, немесе заказдарын жинап апарып тастаймын. Болмаса блог түсіремін, контент түсіремін деген сияқты да. Сол себепті де күніне хотя бы 1-2 шаруаларыңызды бітіріп отырыңыздар. Тұрақты жұмыс істесеңіздер ғана жетістікке жетесіздер. Талант көп, талай жігіттер болғанда, мен өзім көз алдымда жүрген достарымның ішінде, класстастарымның ішінде, жалпы көз алдымда жүрген жігіттердің біразы болған. Мықты, енді ол жігіттерді мойындау керек. Спорттың қай түрі болса да, қол күрес дейсің ба, күрес дейсің ба, бокс, төбелес дейсің ба, мысалға волейбол, футбол бәріне мықты болатын да. Бірақ дисциплинаның жоқтығынан сол бетті қалып қойды да. Жалқаулықпен немесе бір басқандай бір жаман жолдарға түсіп кетті, или бір үйленіп кетті, мысалға отбасылық өмір сол бетті қалып қойды да. Сол себепті де тұрақты еңбек, дисциплина сіздерді жетістікке жеткізеді. Оған бізге живой пример болатын Роналдоны айтсақ болады. Қазіргі жасының өзінде де әлемдегі ең мықты футболшылардың бірі болып отыр да. Сол дисциплинаның арқасында. Сол себепті де дисциплина мықтап ұстаңыздар.